Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы апта күндері. Бұл сабақта сен аптада неше күн бар екенін, олардың қалай аталатынын және ретін білетін боласың. Балалар, апта уақыт өлшем бірлігі. Апта 7 күннен тұрады. Олар: бірінші дүйсенбі, екінші күн сейсенбі, үшінші күн сәрсенбі, төртінші күн бейсенбі, бесінші күн жұма, алтыншы күн сенбі, жетінші күн жексенбі. Апта күндері балалар ретімен орналастырылады. Олардың ретін бұзуға болмайды. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Балалар, апта күндерінің 5 күнде біз сабақ оқиды екенбіз. Яғни біз дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері оқимыз. Ал сенбі, жексенбі күндері демалады екенбіз. Сенбі, жексенбі демалыс күндеріне жатады. Мына тапсырмаға қарайық. Мұрат пен Айгүл ертегі кітап оқыды. Мұрат ертегі кітапты 1 аптада, Айгүл 2 аптада оқып бітірді. Мұрат пен Айгүл ертегі кітапты қанша күн оқыды? Балалар, Мұрат 1 апта, яғни 1 аптада 7 күн. Сонда Мұрат қанша күн оқыды? 7 күн оқыды. Ал Айгүл 2 апта. Айгүлдің оққан күндерін табу үшін 7-ге 7-ні қосамыз. Сонда Айгүл 14 күн оқыпты. Айжан би үйірмесіне барады. Ол дүйсенбі күні би үйірмесіне барды. Енді ол 2 күннен кейін бару керек. Қай күні барады деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. 2 күннен кейін ол бейсенбі күні барады екен. Жарайсыңдар балалар. Енді оқулықтың 23 бетіндегі тапсырмаларды орында. Ал жұмыс дәптеріміздің 19-20 беттендегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Өздеріңді бағалаймыз.